Бұл кішігірім видео. Бұл қара граб ағашынан жасалып жатқан домбыраның құрылымын көрсету мақсатында түсіріліп жатыр. Шанағы, мойын беті, мойыны және басы барлығы 90% ағаш, қара граб ағаш қолданылған. Қара граб емес ағаштардың барлығы буктан өзегі, жиегі арасына араластырылған шыбықтармен тіпті тұғырына дейін бук ағашынан накладкасын, яғни мойын бетін мойынмен біріктіріп осылай резеңкемен қысып қойдым. Бұл енді 1-2 сағат кебемдегенше бет қақпағын дайындайтын болған. Бет қақпағы осындай екі бөліктен тұратын шырша ағашымен құралатын болады. Мінекей бет формасын осы шаблон арқылы осылай сызып алдым. Бет қақпақты кесіп алдым. Енді қазір мынау барабан арқылы бұның қалыңдығын келтіретін боламын. Бұл видео мен ойлағандай қысқа болған жоқ, керісінше ұзақ болып шықты. Сондықтан дайын болған көрінісі мен дауысын келесі видеоға шығаратын боламын. Ал келесі видео тезірек шығу үшін көбірек лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Бет қақпақтың қалыңдығы шығарылды, енді бұған ою жабыстыру керек. Оюды осы лазер арқылы кесіп дайындап аламын. Дайын болды. Енді бұл негізі ою емес, минимализм стилдегі дарт саунд деп аталатын кішігірім дизайн десе болады. Енді осы фигураларды бір бөлікке біріктіретін боламыз. Мінекей әрқайсысын бөлек еткен. Домбыраның бет қақпағы дайын болды, яғни домбыра дауысына әсер ететін бірінші этаптағы жұмыс аяқталды. Енді домбыра дауысына әсер ететін екінші этаптағы жұмыс бұл домбыра мойын бетінің геометриялық формасын шығару керек. Енді оны видеоға көрсетпеймін әзірге. Сондықтан да видеоны өткізіп жіберемін. Мойын бетінің геометриясы дайын болды. Бұлай түзу қараған кезде өзі кішкене иілген сияқты болып көрінеді. Ол дұрыс формадағы мойын бетінің геометриялық фигурасы осылай болады. Және енді қазір бет қақпағын жаба салуға да болатын еді, бірақ олай жасамаймын. Мінекей осындай пластик жылтыр перламутрды мойынның ортасынан осылай жүргізіп өтетін боламын. Жолақты ортасына жабыстырып, енді бұны артығын әйнекпен қырып алып тастау керек, тегістеп. Бұл домбыра енді бет қақпағын толықтай жабуға дайын, бірақ жаппас бұрын мінекей осындай кішігірім қағазға аты жөнімізді, жасалған уақытын, қай жерде жасалғанын қолтаңбамызбен осылай ішіне жабыстырып қоятын боламын. Мінекей осылай резеңкемен қысып байлап тастаймыз, осылай 1 сағаттай уақыт тұратын болады. Арадан 1 сағат уақыт өтті. Ортасындағы клей кепкен болу керек. Ол 1 сағатты бекер жібермей, мойынның формасын шығардым, қолға ыңғайлы домалақтап. Енді алғашқы өңдеу тегістеу жұмыстарын жүргізіп, осы сырттан барлығын, одан кейін мынау жиегін жабыстыруға дайындайтын боламыз. Шанақтың және мойынның алғашқы тегістеу жұмыстарын жүргізіп болдым. Енді мынандай шыбықтарды жиекке орналастыру жұмыстары жасалатын болады.
Мінекей мынау жиектерін осылай резинкамен қысып, бұны да 1 сағатқа кептіріп қою керек. Әзірге жиектің кілеге кебем дегенше, мынау жоғары жағында орналасатын нүктелерін салып тастаймын. Арада 1 сағат уақыт өтті, нүктелерін салдым. Енді мына резинканы шеше берсе болады. Бұл домбыраның ерекшелігі осы қара сызық бойымен ойып алып тастап, оның орнына қара шпон жабыстырылатын болады. Мінекей осы жиегіне осындай шпон жабыстырылды. Енді бұның негізгі функциялық қызметі былай отырған кезде эргономикалық ыңғайлы болу үшін, және мынау күйшілердің арасында педальды басып ойнау техникасы деген бар. Сол кезде осы ыңғайлылық үшін қабылданған шешім. Енді мынау қисық болады екен деп ойламаңыз. Негізінде бұл әлі толықтай екінші кезеңдегі өңдеу, текстеу жұмыстары жүргізілетін болады. Бұл жерде атқарылып жатқан жұмыс екінші және үшінші кезеңдегі тазалау, текстеу жұмыстары. Видео қысқа болады деп ойлағанмын, бірақ керісінше ұзақ болып шықты. Сондықтан да 2 бөлімге бөліп шығаруға тура келіп тұр. Ал келесі видеода осы домбыраның толық дайын болған түрін және дауысын тыңдайтын боласыздар. Егер осы видеоға 100-ден аса лайк жинайтын болсаңыздар, келесі бөлімін тезірек шығаруға тырысатын боламын. Ал бұл бүгінгі жасалған жұмыстың нәтижесі. Толықтай дайын емес, бірақ дайын болуға жақын. Видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.